Баршаға ассалаумағалейкум достар, сіздермен бокс жаңалықтары видеоны бастамас тұрып арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады. Атыш ұлы чемпионға Алимхан ұлымен жұдырықтасуды ұсынды. Британиялық боксшы Крис Юбенк жарқын жеңістен кейін орта салмақтағы чемпиондармен жекпе-жек өткізу ұсынылды. Солардың қатарында WBO және IBF тұжырымдары бойынша әлем чемпионы қазақстандық Жәнібек Әлімханұлы да бар деп хабарлайды. 26 сәуірде Брайтон қаласында Брайтон тумасы өз отандасы Конор Беннимен рингке шықты. 12 раундқа созылған жекпе-жекте Юбенк төршілердің шешімімен жеңіске жетті. Әлімханұлымен жекпе-жекке шығамы? Сарапшылардың пікірінше IBF титулы 35 жастағы Юбенк карьерасын 3 түрлі бағытта ерібуі мүмкін. Ол дереу қарымта кездесу өткізеді, немесе дивизионда үздік боксшылармен чемпиондық белбеу үшін айқаса алады. Егер Юбенк Беннимен қарымтада бас тартса, титулдарға талпына алады. Оның дивизиондағы дәрежесі бірнеше мықты айқас өткізуге мүмкіндік береді. Мәселен, WBO және IBF чемпионы Жәнібек Әлімханұлымен жекпе-жек, сондай-ақ WBS титуліне ие доминикалық Карлос Адамес те бар. Оның да ізіне түсуге болады деп жазады Seekings Boxing. Қазіргі таңда Юбенк IBF және WBO рейтингінде 3-ші орында, ал WBI рейтингінде 8-ші орында тұр. Әзірге не Жәнібек Әлімханұлы, не доминикалық Карлос Адаместе қарсыласы жоқ. Айта кетейік, Адамес 22 ақпанда Сауди Арабиясының Эр-Рияд қаласында өткен жекпе-жекте британиялық Хамза Ширазбен кездесіп, жекпе-жектен аяқталған болатын. Осылай Карлос титулын сақтап қалды. Қазақстандық боксшы соңғы рет 5 сәуірде Астанада өнер көрсетті. Оның қарсыласы франциялық Ануэль Нигамесин болды. Әлімханұлы бұл кездесуді 5 раундта нокаутпен аяқтады. Британдық даулы оқиғалар. Айта кетейік, Юбенк басы дауға қалып жүрген боксшы. Мысалы, ол құмар ойындардың, әсіресе покерді жақсы көреді. Осы әуесте салдарында футбол әлемінің жұлдызы Неймарға 4 миллион фунт қарыз болып қалғанын мәлімдеді. Сонымен қатар, Беннимен жекпе-жекте алдындағы баспасөз мәслихатында Юбенк қарсыласын бетіне жұмыртқа жарып, мұның артында төбелеске ұласып, нәтижесінде британиялық бокста бақылау кеңесі оған 100 мың фунт келісімді айыппұл салды. Оған қоса жекпе-жек бір күн қалғанда Юбенк салмағаны түсіре алмай, орта салмақта лимитінде 900 грамм артық болғаны үшін тағы $500 мың айыппұл төлеген. Сіздермен бокс жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады.